Орталық Азиядағы ең ири екі ел, Қазақстан мен Өзбекстан, екеуі де аймақтағы көшбасшылыққа үмітті. Бірақ қай ел расында да мықтырақ? Бірнеше негізгі бағыт бойынша салыстырып көрейік. Біріншіден, жер көлемі. Қазақстан әлемдегі жер көлемі жөнінен 9-шы орында. Оның жалпы аумағы 2.724.900 шаршы шақырым. Бұл өте үлкен көрсеткіш. Өзбекстан болса 448.978 шаршы шақырым жерді алып жатыр. Яғни Қазақстаннан шамамен 6 есе кіші. Жер көлемі бойынша сөзсіз көшбасшы Қазақстан. Екіншіден, халық саны. Өзбекстанда қазір шамамен 37 миллион халық тұрады. Бұл ішкі нарықтың кеңдігін, еңбек ресурстарының молдығын білдіреді. Ал Қазақстан халқы 20 миллионға жақын. Бұл аймақ бойынша жақсы көрсеткіш, бірақ Өзбекстаннан 2 есеге жуық аз. Халық саны жағынан Өзбекстан басым. Үшіншіден, экономика. Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 265 миллиард долларға жуық. Жан басына шаққандағы табыс шамамен 13 мың доллар. Бұл ТМД елдері арасында алдыңғы қатарда. Өзбекстанның жалпы ішкі өнімі 100 миллиард доллар шамасында, ал жан басына шаққанда 2,5 мың доллардай ғана. Экономикалық ауқым мен өмір сапасы жағынан Қазақстан анық алда. Төртіншіден, жер байлығы. Қазақстан мұнай, газ, уран сынды табиғи байлықтарға бай. Уран өндірісі бойынша әлемде бірінші орында тұр. Сонымен қатар мыс, алтын, темір сынды қазбалары мол. Өзбекстанда да пайдалы қазбалар жетерлік. Әсіресе алтын мен мыстың қоры ерекше. Алтын өндіруде әлем бойынша алғашқы ондыққа кіреді. Бірақ мұнай мен газ қоры Қазақстанмен салыстыруға келмейді. Жалпы алғанда стратегиялық маңызды ресурстар бойынша Қазақстан басым. Бесіншіден, өндіріс пен ауыл шаруашылығы. Қазақстанның өнеркәсібі негізінен мұнай мен металл сынды шикізатқа негізделген. Экспорттың көп бөлігі шикізат. Өзбекстан керісінше ауыл шаруашылығы мен жеңіл өнеркәсіпке басымдық береді. Мақта, жеміс-жидек, көкөніс өнімдері экспортта үлкен орын алады. Сонымен қатар, автомобиль құрастыру да қарқынмен дамуда. Өндірістік құрылым әртүрлі болғанымен, ауыл шаруашылығында Өзбекстан мықтырақ. Алтыншыдан, әскери қуат. Қазақстанда шамамен 40 мыңға жуық әскери қызметкер бар. Әскери бюджеті 1,5 миллиард доллардан асады. Қарулы күштері заманауи техникамен жабдықталған және халықаралық жаттығуларға жиі қатысады. Өзбекстанда 65 мыңға жуық әскер бар. Саны жағынан көп, бірақ бюджеті мен техника жағынан Қазақстаннан артта. Яғни сан жағынан Өзбекстан күшті, сапа мен мүмкіндіктер жағынан Қазақстан алда. Жетіншіден, халықаралық бедел. Қазақстан ядролық қарудан бас тартқан ел ретінде бүкіл әлемге танылды. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне уақытша мүше болды. Түркі мемлекеттері ұйымында, Еуразиялық экономикалық одақта және Шанхай ынтымақтастық ұйымында белсенді рөл атқарады. Өзбекстан да соңғы жылдары сыртқы саясатта ашық бағыт ұстанып, халықаралық серіктестіктерге белсене қатыса бастады. Бірақ Қазақстанмен салыстырғанда әлі де тәжірибе жинап келе жатыр. Халықаралық аренада беделі жоғары ел Қазақстан. Қорытынды. Жер көлемі, экономика, байлық қоры, халықаралық бедел және әскери техника жағынан Қазақстан анық алда. Ал Өзбекстан халық саны, еңбек күші, ауыл шаруашылығы және ішкі өндіріс тұрғысынан ерекшеленеді. Осы екі елдің әрқайсысының өз артықшылықтары бар. Бірақ қазіргі таңда кешенді даму деңгейі бойынша Қазақстан мықтырақ деп бағалауға болады. Егер осындай салыстырмалы, сараптамалық видеолар сізге ұнайтын болса, арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін шабыт пен жаңа контентке жол ашады. Бірге өсейік, бірге ойлайық.